Мына одан кейін жаназаларда естиміз ғой. Не дейді анау? Bir адам қайтыс болады, жасы келген енді. Мен 60-та, 70-те. Сонда біздің қазақтарда мынандай сөз бар. Қалған көрмеген жақсылығын балдары көрсін. Одан кейін қалған жасамаған жасын балдары жасасын деген сөз естігенсіздер ме? Одан кейін сұрақ пайда болады да, сонда оның көрмеген жақсылығы қанша еді? Не болмаса қалған жасы қанша еді ар жағында көрмеген? Әлі қанша көру керек еді сонда? Максималь деген қанша өзі адам баласына өлшеп берілген? Одан гөрі бірден айта берейік, артында қалғандарға Алла жақсылық берсін. Артында қалғандарға Алла Тағала ұзақ өмір берсін деп айта беріңіз. Бірақ қалған жасы көрмеген жақсылығын балдары көрсін дұрыс емес. Өйткені ол адам дәм тұзы таусылды ма? Ол Алланың өлшеп берген, ол көру керек болған жақсылығы, жамандығы, жеу керек болған нәрселер, бүкіл нәрсені атқарды ғой. Ол мына дүниеге келгендегі өзінің миссиясы деп айтамыз ғой, толығымен орындады. Егер оған Алла Тағала бір жақсылық көруді жазып қойған еді, енді ол көрмей кетіп қалды деп айтқандаймыз да біз. Жоқ, ол Алла Тағала өлшеп берген, көру керек болған жақсылықтың бәрін көрді. Жеу керек нәрсенің бәрін жеді. Сүру керек болған уақытты сүрді. Болды. Енді Алла Тағала айтады ғой, ол адамның ажалы жетті ма, аңдып тұрған періштелер бар. Ілгерілетпейді де, кешіктірмейді де, дәл сол өлшелген уақытта келеді де, алады да кетеді. Ажал.